Сәлем достар! Жастық шақты қалай ұзартуға болады? Жапонияда адамдар қалайша ұзақ өмір сүреді? Олардың құпиясы неде? Ұзақ өмір сүрудің 10 құпиясы. Бірінші қағида – тұзды аз пайдалану. Екінші қағида – тойғанша тамақтанбау. Шектен тыс жеу бұл біздің денеміздің тозуына әкеледі. Жапонияда тағамдар әрқашан кішкене табақтарда беріледі. Бұл ережені барлық жапондықтар ұстауға тырысады. Әр күнде жемістер мен көкөністердің кем дегенде 7 түрін пайдаланады. Диетаның басым бөлігі дәнді дақылдар болып табылады. Және бұл елде сәнқой қыздар сымбатын сақтау үшін тазартылған ақ қанттан бас тартады. Үшінші қағида – ыстық тағамдардан бас тарту. Біраз уақыт бұрын Жапонияда асқазан қатерлі ісігінен болатын өлім көрсеткіші жоғары болды. Ыстық тамақтарды тұтыну бұл ас қорытудағы патологиялық процестердің дамуына әкеледі. Біздің денемізге зиянды тек ыстық тағамдар емес, ыстық сусындар да бар. Төртінші қағида – жемістер және көкөністер өнімдері. Жапондықтардың көпшілігінің мәзірінде көкөністер мен жемістер, сонымен қатар диетаның негізі балық пен тауық еті және теңіз өнімдері болады. Сиыр етін үлкен мерекелерде ғана тұтынады. Жапон асханасында қант пен сүт мүлдем жоқ десе де болады. Бесінші қағида – пісіру ережелері. Жапонияда қуырылған тағамдарды сирек кездестіруге болады. Жапон асханасында қайнатылған тағамдарды жиі көресіз. Тамақты асықпай жеу үшін бамбук таяқшаларын пайдаланады. Алтыншы қағида – физикалық белсенділік. Жапондықтар пайдалы гимнастикамен, жиі серуендеумен белсенді айналысады. Жетінші қағида – сапалы емделу. Жапондықтардың ұзақ өмір сүруінің 8-ші құпиясы – күн сәулесінен қорғану. Кәріліктің ерте келмеуін қаласаңыз, теріңізді күннен дұрыс қорғау ұсынылады. 9-ші қағида – депрессияға берілмеу. Депрессияны емделудің ең жақсы әдісі жиі күлімсіреу және позитивті адамдармен сөйлесу. Тізімдегі 10-шы қағида – бұл көк шай. Жапондықтар шай рәсімдерін өткізгенді ұнатады. Бұл елдің тұрғындары сыйлы адамға көк шай ұсынады. Көк шайдың құрамында көптеген пайдалы қоректік заттар бар және бұл судың негізгі қасиеті антиоксидант болып табылады. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.